Кемеңгер жазушы Мұхтар Әуезов айтқандай, ұстаздық ұлы іс. Осы ұлы іс жолында 32 жыл қызмет етіп келе жатқан мен, Бермағанбетов Сәндібек Кеңесұлы, номері 2-ші Алматы гуманитарлық педагогтық колледжінің педагог зерттеуші біліктілік санатындағы қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысымын. Педагогтық мамандық бұл сіздің біліміңізді, тәжірибеңізді және қызметіңізді қажет ететін кәсіби қыр. Осы тұрғыда еңбек ете жүріп, тұңғыш ұйымдастырылған Қазақстан Республикасы колледждерінің педагогтері арасында Асқар Ислямов атындағы Республикалық үздік педагогикалық эссе байқауының жеңімпазы атанып, оқу-ағарту вице-министрінен 2-ші дәрежелі диплом алу еңбегімнің жемісі деп білемін. Мемлекеттік тілді еркін меңгеруге байланысты өзімнің қатысымдық әдіске байланысты авторлық әдістемемді жазып, қалалық байқауда 1-ші орын иеленіп, республикалық конкурсқа жолдама алдым. Педагогикалық қызметтегі тұлғаға бағытталған тәсіл оқушыларға өз мүмкіндіктерін ашуға көмектесу үшін құрмет, сенім және қолдану атмосферасын құру қажет. Бұл менің педагогикалық қызметте тұлғаға бағытталған тәсілді таңдауыма әкеледі. Бұл мұғалім ретінде әр оқушының бойындағы ең жақсы және тиімді қарым-қатынасты көруге және тәрбиелеуге мүмкіндік береді. Кәсіби дағдылар мен инновациялық технологиялар өмірдің қазіргі заманауи мұғалімдерді тек кәсіби педагогикалық дағдылар мен сонымен қатар оқыту мен тәрбиелеудің инновациялық технологияларын игере отырып, педагогикалық толқынның шыңында қалуға мәжбүр етеді. Сондықтан мен өз тәжірибемде жаңа педагогикалық әдістер мен технологияларды дамытуға және енгізуге үнемі ұмтыламын. Осылайша, өзін-өзі тәрбиелеу және үнемі даму, тұлғаға бағытталған тәсіл және инновациялық технологияларды меңгеру табысты педагогикалық қызметтің негізіне айналады. Өз ісінің нағыз шебері болуға мүмкіндік береді. Оқытушының жеке қасиеттері педагогикалық кәсіпте өте маңызды рөл атқарады. Педагогикалық ұстаным, өмірге деген көзқарас, әріптестер. Менің жұмыс өтілім үлкен, бірақ менімен бір командада тәжірибелі шеберлер мен кәсіби педагогтар жұмыс істейді. Оқытушылардың ғылыми қоғамда жұмыс істеуі маған жұмыс әдістері мен әдістерінің қоржынын толықтыруға, тәжірибе алмасуға, айтарлықтай тәжірибесі бар мамандардан кеңес алуға мүмкіндік береді. Куратор білім алушының жүрегі және жанына жақын адам. Номері 2-ші Алматы гуманитарлық педагогтық колледж мен оның басшысы Биби Дуанабаеваның республика көлемінде маман даярлаудағы ерекше еңбек ететінін айта кеткім келеді. Кураторлық, волонтерлық, профориентациялық жұмыстар мен WorldSkills жетістіктері осыған дәлел. Жалпы педагог қоғамның бір бөлшегі, сондықтан дұрыс әрі тығыз қарым-қатынаста болуын қажет. Менің шәкірттерім де қоғамның бір бөлшегі. Сол себепті оларға кез келген жағдайда көмекпен тәлім-тәрбие, білім беру менің басты міндетім мен парызым. Көмек қолын созу, қолдан келсе кеңес беру менің басты принциптерім. Педагог өз атына заты сай болуы тиіс. Яғни, жан-жақтылық, тек бар біліммен шектелмей, үнемі ізденіс үстінде жүру, сол арқылы қоғамға үлкен пайда тигізу қажет. Қазақ тілі мен әдебиеті және арнайы пәндер оқытушысы ретінде мен сабақты оқытудың көптеген белсенді әдіс тәсілдері мен инновациялық технологияларын қолдана отырып, әр сабағымды маңызды, қызықты етіп өткізуге тырысамын. Білім беру жолында білім алушылардың белсенділігін арттыру үшін түрлі платформаларды пайдаланамын. Атап айтсақ, Joyteka, Learning Cups, Wordwall және Google Form. Мен үшін менің мамандығым қымбат және ерекше. Менің мамандығым менің қалауым.